О, Азеке, жуынатын бөлмеге осындай гибкий мрамор деген нәрсе алатын. Не айтасыз? Жақсы, өз үйіңізге аласыз ба? Иә, өзім үйіме ғой. Онда алмай-ақ қой. Не үшін? Қазір сізге түсіндірейін. Қараңыз, бұл гибкий мрамор деген аты болмаса, заты пластик. Ал пластик біз білеміз, жеңіл сырылып, сызылып және сынып қалатын нәрсе. Бұның суреті ертең бара-бара кетіп қалады. Иә, Азеке, ол солай ғой. Оған қоса бұны тегіс әрі қатты жерге орнатпасаңыз, ертең бара-бара арасы ашылып қалады, одан су кіреді, су кіргесін сыйырыз, плесенге айналатын болады. Мәссаған. Ал ондай жерде гибкий мрамор әрі кетсе, 1-2 жыл тұрады, содан кейін қайттан жөндеуден өткізу керек боласыз. Енді не істейміз, Азеке? Жалпы бұл гибкий мраморды ала берсеңіз болады, бірақ оны құрғақ жерге, декор жерлерге және бөлек тұратын әжетханаларға қойсаңыз болады. Ал ваннаға ше? Жуынатын бөлмеге әлбетте керамогранит өте жақсы таңдау. Неге? Біріншіден, бұл табиғи әдемілік, екіншіден, 10-20 жыл бөлінбей тұра береді, және үшіншіден тазалық. Бұның тығыздығының арқасында арасына су кірмейді және кір кірмейтін болады. Түсінікті. Онда осы парақшаға тіркеліп, керамогранитке тапсырыс бере қойын.